үшін бізге 4 жұмыртқа керек болады. 4 жұмыртқаны аламыз және де оны араластырамыз. Араластырып болған соң қантты саламыз. Қантты салып болған соң біз жақсылап тұрып вилкамен араластыратын боламыз. Қант жақсылап еру керек. Үйлеріңізде қандай не болса да, мысалы вилка болса да, блинчикті ететін болсаңыз да, мысалы араластыратын болсаңыз да, бола береді, қандай іс болсын, не болсын. Содан соң біз сметананы салатын боламыз. Сметана өте керемет болады. Сметананы салыңыздар. Ертілген сары майымызды саламыз. Дәмі өте керемет болады. Содан соң біз сода немесе разрыхлитель салатын боламыз. Мен сода салдым. Содан соң біз ұнымызды сетадан өткізіп алатын боламыз. Сетадан өткізіп болған соң біз сразу салмаймыз, ұнымызды жайлап салатын боламыз. Қамырымыз шешіктеліп қалмайды. Какаоны салатын боламыз. 2 ыдысқа бөліп аламыз қамырды. Біреуіне какао, біреуіне какао жоқ ақ. Содан соң осындай ыдысты алып, шпажки аламыз қолымызға. Узор жасайтын боламыз. Мен осындай 2 қасықтан 2 қасық ақ қамыр, 2 қасық какаосы бар қамырды жасадым. Осындай узор, қандай узор болса да сіздер жасауға болады. Мен осындай гүл узорын жасадым. Жасап көріңіздер, өте дәмі керемет. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Міне осындай зебра пирогы өте дәмді және де жұмсақ, керемет.